Елнұр, қарашы, бұл жер тарихи қайықтарға толы ғой. Біреуіне отырып саяхат жасайық. Иә, бұл жер өте керемет екен. Онда саяхаттайық. Ернұр, қарашы, жағалау толы сыр сандықтар ғой. Иә, осы сандықтардың ішінде не бар екен? Шынымен де. Ал ана жерде бірдеңе қатты жарқырап тұр. Иә, мүмкін сол жаққа барармыз? Иә, барайықшы. Біз Ернұр екеуміз Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларымыз. Алдыңғы жылы шаңырақтар жеңімпаздары болып, енді туған өлкемізді аралап жүрміз. Біздің Назарбаев зияткерлік мектебінде оқушылар шаңырақтарға ұйымдастырылған. Осы шаңырақтарда түрлі мектепшілік шараларға қатысып, ұпай жинаймыз. Өткен жылы біз ең көп ұпай жинап, туған елге тағзым бағдарламасына жолдама алдық. Балақайлар, қасиетті ұлы дала жеріне қош келдіңіздер. Мен осы даланың сыр сандықтарын есепке алатын шежірешімін. Мынау қойнау толы сандықтардың көбінің сыры әлі ашылмаған. Себебі бұл қойнауға жолаушылар бұрын өте сирек келетін. Кейбір жолаушылар сандықтың сырын ашамыз деп талайын бұзып, іске жарағысыз қылып тастады. Тек соңғы жылдары ғана сандықтың кілтін тауып, олардың сырын ашуға талпынған өздерің сияқты жастардың саны көбеюде. Білесіңдер ме? 1969 жылы менің даламнан табылған алтын адам қазақ тарихына үлкен бетбұрыс әкелді. Алтын адам қазақ даласында болған үлкен өркениеттің белгісі. Сабина, сен ұйықтап қалғансың ба? Біздің әлі көп жұмысымыз бар. Мен ютубтан бір ақпарат таптым. Ескі қорғанынан табылған, тоналмаған алтын адам көшпенділердің өркениетінің айқын белгісі. Ол толықтай зерттелуі қажет. Тіпті елбасының өзі оны көшпенділердің эстетикасы мен мифологиясының айқын белгісі екенін атап өтті. Сосын Ақышев атындағы ғылыми зерттеу институтының басшысы Марал Қабдуллинаның айтуынша, ол көптеген Европа елдерінде болған. Мысалға, Ресей, Қытай, Афина, Өзбекстан, Беларусь, осы елдерде болған. Және 2020 жылы 18 наурызда Ұлы дала, уақыт, кеңістік, мәдениет атты көрмеде Үндістанда. Ол өте жоғары дәрежеде өтті. Ал Польшаның Гданьск қаласындағы көрмеде өте үлкен дәрежеде және оған көп адам жиналған болатын. Осы мәліметтерге қарап, біз оның қандай маңызды және көп ақпарат бере алатынын көреміз. Қандай сыр айтқың келді, алтын адам?